Соңғы командаға кезек береміз. Альянс Семей. Қазақстанда мектеп түлектерінің 70% Астанаға кеп түседі екен. Сол студенттердің 60% жатақханада тұрады. Сондықтан да біз осы тақырыпты қызықты деп таңдадық. Немене шу мынау? Бұл не деген шу? Не деген шу біздің жатақханада? Немене маған айғалап тұрсың сен? Айғалаған жоқпын ғой. Ішінен айғалап тұрсың ғой сен маған. Неге айғалайсың сен маған, а? Айғалаған жоқпын ғой. Немене шуға түссе мен осы жатақхананың коменданты боламын. Апай, концертке дайындалып жатырмыз. Концертте мыжған қазір сендер бар ғой. Кетіңдер бар, кет бар. Босаңдар мына жерден. Апай, біз осы жатақханада тұрамыз. Босаңдар бар, бөлмелеріне кіріңдер бар. Кірейік біз енді өз жатақханамызға. Немене істеп алсың, баспаңдар ана жерді. Және күні жуық қойдым ғой, баспа. Кетіңдер бар. Осы студентке тәрбие бермесе түсінбейді осылар. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Мен бірінші курс студент едім, жатақханаға орналасуға келдім. Орналасуға келдің ба? Мен саған жатақханадан бірден тәртіптерді түсіндіріп кетейін. Аха. Жатақханада ең бастысы бөлмені таза ұстау керек. О, таза ұстаймын, апай. 11-ден кіруге болмайды. Жоқ, кірмеймін. Және ең бастысы ішімдік ішуге болмайды жатақханада. О, апай, ішпеймін де, темекі шек. Ішімдік ішуге болмайды. Жоқ, ішпеймін. Кешіріңіз, мына бала кім? Мына бала кеше балконнан кірем деп кіре алмай кеткен студент. Кіре алмай кетті кеше. Айтпақшы, балконнан кіруге болмайды, түсіндің ба? Жоқ, кірмеймін ғой. Бар онда бөлмені беріп, қазір күте тұрған жерде. Бар, күте тұр. Ей, сен кімсің? Сәлеметсіз бе? Ай, дауменім, қалыңға қай жақтан келіп жатсың? Ауылдан апам соғым бер жерген ғой. Соғым бер жер ма? Соғым бер жер ма? Мынау жатақхана ма? Жатақхана, орналасуға келдім ба? Иә. 78-ші бөлмеміз ба? 78-ші бөлме? Бірге тұрамыз ғой онда. Солай ма? Солай. Аха. Міне. Қазір. Бір минут. Анашым ғой. Алло. Анашым, бәрі аманшылық. Аманшылық, Незік? Бәрі аманшылық, өздеріңізде қалай, өздеріңізде. Аха. Мам, міне қасымда осы бір бөлмеде тұратын бала отыр, қай жақтан деп сұра дейсің ба? Қай жақтансың? Семейден. Семейден? Маманы Айгүл апайтын деп тұрсам қалай болады? Адам көп па үйінде? Жарайды. Сау болыңыз. Сонымен, не хабар? Не хабар? Не хабар? Қазақстанның батыс бөлігінде қалың қалай, қалайсың деген мағынаны білдіреді. Хабар емес, Қазақстанды көрсе, жайдарма солан болады ғой. Жатақханаға өзің келдің ме әлде вокзалдан біреу тосып алды ма? Тосып алды ма? Тосу. Қазақстанның шығыс бөлігінде күту деген мағынаны, Қазақстанның батыс бөлігінде кішкентай баланы тосу деген мағынаны білдіреді. Жындысың ба? Жасым деген 20-да өз бақ бар алам ғой, жынды ма? Іштерін тар, сендердің іштерін тар. Бір 20 мант үшін әңгіме айтып маған. Іштерін тар, шығара мен сендер жатақханадан. Мынау кім? Айғалама маған. Айғалама маған, ішінен айғалай береді ғой мыналар. Бұл бала менен бірге тұрады екен, 78-ші бөлмеде. Тыныш отырыңдар. Күте тұрамыз, сен мені адам қыру санамайсың ба? Адам қыру санамайсың ба? Апшенің еш тұрыс ба өзі? Алло, Азам, мен сағат 5-те келдім, Азам мен келдім. Қаяқтасың? Жатақханадамын. Мұны ақ бар ғой, шілі суықым бар ғой. Жаурап кеттім. Ләжі болмағанда қалың киімдерім салып жіберіңіздерші. Жүдә болмасам өзім ақ жұмыс істеймін, керек емес. Шанқайға барып жұмыс істеймін ба, Артемға барып жұмыс істеймін ба, керек емес, жақсы. Оқуға түспей жатып шынға деді ғосылай. Балдар қойсыңдар. Сонымен ау кім дейсің? Балдар қойсыңдар. Қалайсың? Уағалейкум ассалам. 78-ші бөлме ма? 78-ші бөлме. Бірге тұрамыз оны. Біз бірге тұрамыз. Көршілерім? Көршілерім. Жайғасайық. Суреттер көрсетіп жатыр. Сурет. Мынау менің ата-анам. Анау, сен папаңа ұқсайды екенсің, тырнағың. Бәрі сөйтіп айтады, Мынау мен туған ағам.
Тәтең шығар. Тәтең шығар анау. Тәтем 72-де, но мен ағам. Білем, тәтеңе ұқсайды екен анау бар ғой. Мынау мен туған қарындасым 1-ші класста оқиды. Мынау туған апайым менің. Апайым? Иә. Мектептегі апайым ба, колледждегі апайым ба? Қайдағы мектеп? Туған апайым менің. Жігіттер, мен бәрін түсіндім. Бұл сенің апаң ғой? Апаң ғой бұл сенің? Жасы 21-де қайдағы апа? Өлі! Түсіндім мұнаны. Мына оның әпшесі. Несет? Әпшесі. Несет? Әпшесі деймін. Апасы бұл. Қайдағы әпше? Ұялмайсың маңдағы сөз айтқанға. Несет? Апшың ғана сен. Апайым менің. Апаң сенің. Апам менің 96-да. Апшың ғана сен. Апаң дейін болсын. Апам 96-да. Салам алейкум, ребята! Как дела? Нормально. С приездом. Спасибо. Атлет, Дархан, я из Семска. а я с Петропавловска. Атлет, Данияр, сақтау. очень рад познакомиться. Взаимно. Я смотрю, вы 78-я квартира. Да, 70. Значит, вместе, да, будем жить? Да. Қазақша сөйлеп біріміз түсінбеп едік. Біреу орысша сөйледі, бірден түсіне кеттік, Достар, мысалы мен айтам, сен Қазақстанның солтүстігінен келдің. Аха, солтүстігінен. Сен оңтүстігінен келдің. Сен батысынан келдің Қазақстанның. Мен шығысынанмын. Мысалы, ойлап қарасаң, біздің басымызды біріктіріп отырған білім. Елбасымыз айтқан, Қазақстанның болашағы білімнің жастардың қолдарында. Олай болса, құрметті жастар, бірлікте білімді білекті болайық.